Туыстар, бұл енді бәріміздің қазамыз. Дулатпен аға бауыр сияқты араласып едік. Біздің бауырларымыз, біздің осы ата жұрттың жігіттері тіпті осы үйге де келіп қонақ болып қайтқан болатын. Дулат менің басыма ауыр күн туғанда, біздің үйімнің басына ауыр күн туғанда, сол майканы, менің суретім басылған майканы киіп, қаншама сотқа қатысты. Сотқа барғанда бірінші Дулатты іздейтін. Сол рухымен, сол бір ерлігімен, бір үміт сыйлап, кімге болса да бір күш беретін, бір тасып тұрған энергиясы бар еді. Енді ол Дулаттың осында анасына, бала шағасына, жұбайына қайғырамыз, қайғырып көңіл айтамыз. Ол бүкіл қазақтың қайғысы болды. Бүкіл қазақтың қайғысы бұл. Бүкіл Алталаштың қайғысы. Бұл енді қазақтан күшін зор жоғалту, орны толмайтын өкініш. Бұлай болмауы тиіс еді. Бірақ міне Германиядан Өмірхан Алтын деген ағамыз қазақ. Ол кісі де міне ертең Еуропарламентте осы Дулат Ағаділдің жұмысын көтереміз деп бүгін түстен бұрын бізбен жоспарластық. Түнімен бір құжаттар дайындаймыз. Ертең ол кісі Еуропарламентте көтереді. Біз кеше бүкіл халықаралық ұйымдарға бердік. Бүгін міне бүкіл халықаралық басылымдар әлгінде тағы біз соны аударып салдық. Халықаралық басылымдар Дулат Ағаділ туралы ағылшын тілді басылымдар жазып үлгірді. Бұл ақиқат түптің түбі ашылады. Күн мың жерінен тұман болса да, аспанды мың жерінен қара бұлт торласа да түбі бір ашылмай қоймайды. Қараңғы түн қанша қараңғы болса да күн бәрібір шықпай қоймайды. Дулаттай бауыры бар, Дулаттай баласы бар, Дулаттай туысқаны бар, сіздер бақыттысыздар. Қазақ дейтін халық езіліп, бәріміздің рухымыз жаншылып, мүжіліп кеткенде осындай бір бауырымыздың шыққаны қаншамыздың жүрегімізге үміт ұялады. Ол ең соңғы өзінің өлімінің өзімен бізді тәрбиелеп кетті. Оның өлімінің өзі бізге бір үлгі, өлімінің өзі бізге бір сабақ, өлімінің өзі бізге бір күш қуат берді. Жақсы адамның істеген ісі де, сөйлеген сөзі де, ең соңғы өлімі де міне тұтас халқына қандай күш беріп отыр. Біздің ұлтымыздың ұйысуына, біздің ұлтымыздың оянуына Дулатта еңбек еткен азамат кемде кем. Дулат анау Қытайдан қашып келген екі бейшара қазақтың сотына ту сонау Зайсанға дейін барып, соны бүкіл әлеуметтік желіде көтеріп, қаншама істерде сол ұйытқы болып жүрді. Басы бір араға қосылмайтын қазақтың серкелердің бәрімен шығысатын, бәрімен тіл табысатын, сондай бір берекенің адам еді. Ірткінің адам емес болатын. Бір-бірін көріспейтін екі қазақтың басын бір араға қоса алатын еді. Халқына лидер болатын. Халқын тура жолға бастайтын бір азамат еді. Қайтеміз, қапыда айырылдық. Ол ақиқат бір күні ашылады. Қайғыра бермеңіздер. Тұтас қазақтың қайғысы. Біз осында барлық туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Ертең Құдай қаласа сол жаназаға да келіп қатысамыз. Мүмкін енді жаназаға басқа кейбір халықтар үлгіріп те келе алмайтын шығар, бірақ біз үлгіріп келуге мүмкіндігінше тырысамыз. Жолдар жабылып қалуда мүмкін деген сөздер айтылып жатыр. Бірақ біз қалай болмасын келуге тырысамыз. Қалай болсын, халық сіздермен бірге, біз сіздермен біргеміз. Жалғыз емес сіздер. Молдалар шариғатты да айтқан шығар. Бұл енді Құдайдың тағдыры. Біз Құдайдың бірлігіне, барлығына сеніп иман келтіретін, Құдайдың түсірген барша кітаптарына сеніп иман келтіретін, соңғы кітап Құран Кәримге сеніп иман келтіретін, Құдайдың барша пайғамбарларына сеніп иман келтіретін, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбары және құлы деп сеніп иман келтіретін, Құдайдың барша періштелеріне сеніп иман келтіретін, мұсылманбыз ең соңғы сенімнің бірі Құдайдың жазған тағдырына сеніп иман келтіру. Бұл енді Дулатқа Құдай тағаланың жазған тағдыры, ажал туралы Аллахтың Құранда аяттары да бар, хадистерде бар. Ажал бір минут, бір дақиқа кері шегінбейді, не ілгерілемейді дейді. Бұл Аллах тағаланың осы
Дулат бауырымызға жазған тағдыры, бірақ қысқа ғана өмірінде 100 жасаған қарт істей алмайтын істі істеп кетті. Қысқа ғана өмірінде қазақтың ғасырлар бойы мүжіліп кеткен, түсіп кеткен рухын көтеріп кетті. Қысқасы өлімінің өзі қазақтың рухын көтеріп кетті. Дулат, ол біздің жүрегімізде мәңгі тірі. Дулат туралы ертең дастандар, кітаптар жазылар, көшелер берілер, музейлер қойылар. Себебі ол қазақтың осы соңғы құлдық замандағы батыры деп бағалауға болады.